басқа жақтан іздеп жүрсің ғой, жұмақты басқа жақтан іздеп жүрсің ғой. Әйел кісіге мысалға да, сенің жұмағың күйеуің ғой, пайғамбар айтты ғой саллаллаху алейхи вассалам. Күйеуің наразы болып өттің ба, өмір бақи ораза ұстап өт, өмір бақи тахажжуд оқы, күйеуің наразы болса, жағдай қиын болады бәрібір. Ер кісілер ше, сен де өмір бақи намаз оқы, құлшылық қыл, әке шешең разы болмаса, бестеген оның барлығы. Көрдіңіз ба? Әрқайсының разылығын бір-біріне байлаған Алла тағала шебер ғой. Күйеуімен ренжісіп қалса, орамалын шешіп тастап, намаз оқымайтын әйелдер бар дейді. Қабыл болсын күйеуіңе арнап оққан намаздарының барлығы. Кімге істеп келдің осы уақытқа дейді осы. Күйеуіңе істеп келдің бе сонда? Қаяққа құлшылық жасайтын ұмытып қалғансың ғой сонда сен? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп отқан күні Омар радиаллаху анху айтты. Кімде-кім пайғамбарды өлді деп айтады, өзін өлтірем деп шауып тастаймын деп. Қылышын шығарып алған Омар. Қолында қылышы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мұса пайғамбар сияқты Раббысымен тілдесуге 40 күннен қайтадан келеді. Кім өлді? Айтшы, кім өлді деп айтады. Шауып тастаймын. Өзі екі рет өмірде қылышын шығарған дейді. Біреу Меккеде, біреу Мәдинада. Меккеде қылышын шығарып, исламды қабылдаған, Мәдинада қылышын шығарған себебі пайғамбарды өлтірем дегенде өлтірем дейді. Сөйтіп, барлығын жайпап атқан кезде Абу Бакр шықты пайғамбарымыздың бөлмесінен саллаллаху алейхи вассалам. Ей Омар! Болды, қоя қой деп айтты. Болды, қоя. Ашуыңды бас. Өзі Омар бірақ адамға тоқтайды, сол Абу Бакр ғана тоқтайды. Өйткені оған жете алмаған ешқашан. Ей Омар, тоқтат болды. Уа жамағат! Кімде-кім Мұхаммедке сыйынған болса, Мұхаммед бүгін өлді дейді. Міне мен шықып келатынмын бөлмесінен. Алла елшісі өлді дейді. Кімде-кім Аллаға сыйынған болса, онда Алла мән бермейтін тірі дейді. Көрдіңіз ба? Кімде-кім күйеуі үшін құлшылық қылған болса, күйеуің саған жабысып қалған жоқ, ол өмірден өтуі мүмкін, ренжісіп қалуы мүмкін. Сонда құлшылығын тастап қоясың ба не? Немесе әйеліңе ренжіп, тастап қоясың ба құлшылығын? Жоқ. Кім Аллаға сыйынған болса, Алла мән бермейтін тірі. Сенен есеп қисап алатын Раббың Алла, адам емес. Осыны естен шығармау керек. Мен болып жатқан нәрсені айтып жатырмын. Қоғамда осындай нәрсе болып жатыр. Мен басында болып жатқан жоқ деп отқан шығар біреулер, бірақ айналада болып жатыр, әркімнің өмірі әртүрлі. Сондықтан сау кезіңде, дұрыс кезіңде жүрегіңді бір тексеріп қой, кімге құлшылық қылып жүргеніңді біліп ал. Шынымен мен Құдайға құлшылық қылып жүрмін бе, әлде біреуге разылық үшін құлшылық қылып жүрмін бе адамдарға?